Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum құрметті көрермендер. Бүгінгі айтатын дәрісіміз жаназа намазының үкімі жайында болмақшы. Әрине, өмір бар жерде тіршілік, ал енді тіршілік бар жерде өлім болары ақиқат. Бұл өмір жаратушы Алланың берген баршамызға сынағы. Жаназа намазын оқу бұл фарз кифая. Ал енді жаназа намазына белгілі бір топ орындаған кезде басқа барлық жамағаттың мойнынан түсетін парыз. Ал енді жаназа намазына қатысу жайында айтатын болсақ, бір елді мекенде жаназа намазы өткен кезде сол елді мекеннің ешқайсысы жаназа намазына қатыспаған болса, онда сол елді мекеннің адамдардың барлығына күнә жазылады. Ал енді сол елді мекеннен еш болмаса бір адам немесе бір топ қатысқан болса, онда күнә ол адамдардың барлықтарының мойнынан түседі. Жалпы жаназа намазына қатысу үлкен сауап. Яғни қатысқан адам үлкен Алланың шексіз сауабына ие болары ақиқат. Бірақ дегенмен жаназа намазына қатысып ешкім адам бір-бірін мәжбүрлемейді. Пайғамбарымыз осы жайында айтқан хадис шәріпінде былай деп айтады. Абу Хурайра разиаллаху анху пайғамбарымыздың сахабасынан жеткен хадисте пайғамбарымыздың кімде-кім жаназа намазына қатысатын болса, бір қират, ал енді кімде-кім жерлеу рәсіміне қатысатын болса, екі қират сауап жазылатыны жайлы айтады. Сол кезде пайғамбарымыздың сахабалары: "Я Расулаллах, қират дегеніміз не?" деп сұраған кезде пайғамбарымыз: қират дегеніміз, яғни екі үлкен таудай сауапқа ие болатыны жайлы айтады. Бұл өмір сынақ болғандықтан, осы жалған дүниеде сынақтан аман-есен сүрінбей өтуімізге, баршамызға жүзіміз жарық болып, қияметте жәннаттық болуымызға Алла баршамызға нәсіп еткен болсын.